Гризантема гүлін тоқып үйренгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Гризантема күннің символы аталатын ерекше гүл. Қыз балалардың әртүрлі түсті көйлек пен жаз мезгілінде осындай шашқа тағатын резинкаларды тағуы өте әсем көрінеді. Ендеше бастайық. Ол үшін бізге осындай жіп, және де моншақ, және де крючок керек. Моншағымызды қоя тұрамыз. Бізге осындай кішкентай қалған жіптер болса болады. Ілмегімізді аламыз. Бұл гүл өте оңай. Осылай ілмегімізді аламыз да 45 ілмек тереміз. Бір түзудің бойымен 45 ілмек. Осылай кете береміз. Осылай менікі аяқталып қалды. 45 ілмекті алдым. Енді бұл бізде бірінші қатар. Екінші қатар үшін 45-ші емес, 43-ші ілмекке кері қарай қайтамыз. Осылай бір ілмектен 14 ілмек аламыз. Бұл бізде екінші қатар. Екеу, үшеу, төртеу. Осылай екінші қатардағы 14 ілмекті аламыз. Осымен біздің екінші қатарымыз біткен жоқ. Одан ары қарай жалғасады. Осылай жалғастыра береміз. Әр ілмекті алатын кезде өзінің орны көрініп тұрады. Сол орны бойынша алуға болады. Бұл бізде 14 ілмек жай ғана ілмек болып табылады. Келесі біз жартылай ілмек аламыз. Ол үшін крючогымызға бір ілмекті алып аламыз. Осылай үшеу шығады. Үшеуін бірден шығарып аламыз. Тағы да 14-ін. Крючогымызға біреуін алып аламыз. Келесінен үшеу болды. Соңында барлығын шығарып жібереміз. Бұл бізде жартылай полустолбик деп аталады. Полустолбик. Сынақ кедім. Ауадан бір ілмек алу арқылы жартылай столбик тоқылады. Қарап отырып тоқысаңыздар да болады. Дәл осыдан 14-ін жасайсыз. Бұл бізде екінші қатар. Ауадан аласыңыз. Үшеуін бірден шығарып жібереміз. Біреуін ауадан аламыз. Келесі столбикке жалғастырамыз. Біреуін ауадан аламыз. Келесі столбикке жалғастырамыз. Бір гүлді тоқып үйренгеннен кейін, екінші гүлде уже сіздер жаңағы ешқандай қиындық соқтырмайды сізге. Қолыңыз үйреніп, тез тоқи аласыздар. Ауадан аламыз.
осылай барлығын шығарып жібереміз. Ауадан аламыз, барлығын шығарып жібереміз. Ауадан аламыз, барлығын шығарып жібереміз. Жартылай столбик, жартылай полустолбик. Жартылай полустолбик деппін ғой. Сол полустолбик қой бұл. Енді қараңыз, бұл жерде бізде қалған 14-нен кейін енді столбик с накидом басталады. Міне, біреуін аламыз. Осылай. Он төрт жай столбик, 14 полустолбик, одан кейінгі қалған жаңағы ілмектердің барлығын столбик с накидом жалғастыра береміз. Екінші қатарымызда аяқталуға жақын. Аяқталғанша столбик с накидом жалғастыра береміз. Ең соңғысы. Міне, екінші қатарымызда аяқталды. Енді қарап отырсаңыз, жасаған екінші қатарымыз жіңішкеден жуанға қарай жуандаған. Келесі бізде үшінші қатар. Үшінші қатар үшін осындай ауадан 3 ілмекті алып аламыз. Енді осының барлығына двойной столбик с накидом тоқып шығамыз. Дәл осы жерден міне двойной столбик с накидом тоқимыз. Ілмекті ауадан аламыз, міне келесіге тоқимыз. Екеуін шығарамыз, екеуі қалды, екеуін барлығын шығарып жібереміз. Міне столбик с накидом дәл сол жерге тағы да вот келесі біреу жасалды. Міне екіншісі. Осылай біз тоқымамызды үлкейтетін боламыз. Сіздерде ерек жаңағы көлемде тоқыма шығады. Келесі. Мына жерде балам жағаласып тұр. Келесіне. Осылай ең шетіне дейін тоқып шығамыз. Міне біздің үшінші қатарымызда аяқталуға жақын. Бір-екі ілмек қана қалды. Столбик с накидом двойной. Бір алған жерімізден 2 рет алу арқылы біз тоқымамызды үлкейттік. Және де осылай ерек жылан сияқты болып бізге осындай форма көрсетті, шығарып берді. Міне осылай соңғысын тоқимыз. Бұл тоқыманың өзі 4 қатардан тұрады. Бізде уже 3-ші қатар аяқталды. Ең соңғысын міне. Так, 3-ші қатар аяқталды. Енді гүліміздің шеттерін тоқу ғана қалды. Кері қайтарып аламыз. Осылай 15 ілмек ауадан аламыз.
15 ілмек. Міне. Соны жаңағы алынған жерден емес, дәл қасындағы ілмектен жалғастырып кетеміз. Не осылай. Тағы да 15-ін аламыз. Бүлдіріп алудан, қате істеуден ешқашан қорықпаңыздар. Қолдарыңыз үйренген сайын түсініп кетесіздер. Әр алған сайын 15 ілмекті ауадан аламыз да, міне, келесіндей осындай нелеріне, бөлімдеріне тоқи береміз. Тағы да 15-ін аламыз, келесі жапырағын тоқимыз. Міне мен тоқыманың соңына дейін тоқып болдым. Соңғы 1-2 қалды. Міне 3-4 қалған екен. Осыны тез тоқып тастайық. Бұл біздегі соңғы 15-тік. Ауадан 15 ілмекті тағы да аламыз. Және де соңғы тоқымамыздың 4-ші қатарды аяқтаймыз. Міне соңғы бөліміне саламыз. Осылай аяқтаймыз. Енді жібімізді тартып, ұзын қылып қиып аламыз. Артықтау қылып, себебі біз қазір айналдырып, анау тоқымамыздан гүл жасайтын боламыз. Өстіп қиып аламыз. Артық жіпті ең бірінші бастаған кездегі артық жіппен бірге екеуін қосып біріктіретін боламын. Себебі қопырап тұрмасын, жалбырап тұрмасын деп. Және де жинақы тұрады. Және де
ұзын артық жібімізге инемізді өткізіп, бізге ине қажет болады. Көзі үлкендеу ине қажет. Енді гүліміздің формасын шығарамыз. Қарап отырсаңыз, бізде ирелеңдеген тоқыма шықты. Осыны осылай бір-бірінің үстіне қойып, гүлдің формасын шығарамыз. Міне, бізде осындай әдемі гүл шығып келе жатыр, және де жіппен, артық жіппен. Сол гүлді астынан үстіне қарата тоқимыз, тігеміз. Міне, қимылдамайтындай етіп. Бізге осындай моншақ керек болады. Сіздер кішкентай, әртүрлі түсті моншақтарды ала беруіңізге болады. Міне, тартып, әдемілеп тігеміз 2-3 қайтара. Осылай. Қараңызшы, қандай әдемі. Енді бізге осындай резинка қажет. Резинканы бізде мына тігілген нәрселеріміз көрінбей тұрады. Ол барлығы бірдей түсте болғасын, сондықтан қорықпай кез келген жерінен тіге беруге болады. Міне осылай тігеміз. Резинкамыз қимылдамайтындай етіп, қатты қылып, таққан кезде жолынып кетпейтін қылып өстіп тігіп шығамыз. Және артық жіпті астынан үстінен қарата тіге береміз. Әр жерінен осылай тіге берсек болады. Міне осымен біздің гүліміз аяқталды. Өте әдемі, қыз балаларға арналған, шашына тағуға, немесе шашуға өте күшті тоқыма гүлі шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің 7-ші сыныптағы қызым осы гүлді өте жақсы тоқиды. Сіздер де кішкентай қыз балаларыңызға қазірден бастап тоқыманы үйретсеңіз, ешқандай зияны жоқ. Міне, осындай әдемі гүл шықты. Сау болыңыздар.